Енді біз жаңағы әлем тілдерінің жіктелімін жалпы тіл біліміне кіріспеден де оқып жатырмыз, иә? Тіл біліміне кіріспеде әлем тілдерінің жіктемесі деген нәрсені әдемілеп түсіндіреді. Бірақ біз жаңағы әлем тілдерінің жіктемесі фонетикалық тұрғыдан қалай жіктеледі деген дыбыстық қандай айырмашылық бар, немесе дыбыстарда қалай бөлінеді. Әрине дәл сол сияқты үнді Европа, Тай Қытай және Орал Алтай деген сияқты тілдер бар ғой. Сол үш бірдей туыс топтар. Үш бірдей туыс топтар, өзара туыс топтар. Өзара туыс дегенде үнді Европа өзінің арасында туыс, Тай Қытай өзінің арасында туыс, Орал Алтай өз арасында туыс дейміз. Енді туыс деген не нәрсе өзі? Туыс тілдер немесе бір семьяда тілдер деген не нәрсе деген кезде біз міндетті түрде жаңағы топтастыруда сөздің просодикасын деп қойдым, сөздің просодикасы немесе кейде оның морфологиялық құрылым желісін алып отырады. Сөздің просодикасы. Сөздің просодикасын алатын болса, онда ол екпінді алады, буынды алады және сингармонизмді алады. Сингармонизмға сүйенеді. Ол не просодика деген сондай? Жаңағы тілдегі күш қандай? Яғни акцент қандай? Екпін қандай? Неге акцент береді? Акцент деген екпін. Екінші, жаңағы тілде силлабизм қандай? Буын қандай? Үшінші, жаңағы тілде сингармонизм немесе буындардың өзара жаңағы бірінен кейін бірі қалай келеді? Соған қарайды. Сонда акцентке, силлабизмге және сингармонизмге көңіл бөлген кезде ғана сөздің несі шығады? Просодикасы шығады. Біздің тіліміздің просодикасын қазір сіздер айтып байқаңыздар. Қандай екпіндер бар біздің тілімізде? Екпінді әрине әлі терең өтеміз, ол бөлек лекция ғой бізде. Бірақ мына жерде қандай екпінді білесіздер сіздер? Неге сөйлемейсіздер? Апай, екпін айту керек па сізге? Екпіннің қандай түрлері бар? Сөз екпіні, ой екпіні, тіркес екпіні, дыбыс екпіні. Төртеуі өз түрі. Төртеу. Төрт түрі бар. Осы төрт түрі бар болғандықтан біздің сөзіміздің просодикасы өте бай деп айта аламыз. Яғни акцентіміз дұрыс біздің. Акцент дегенді біз негізінде акцентуация деген нәрсе ол әрбір тілде болуы керек. Бірақ акцент мағына жасайтын тілдер бар. Мысалы, акцент мағына жасаған кезде акно, оқыно деп, акно, қалай еді? Акнемет? Окна. Окна сосын акно. Екі түрлі қылып айту. Немесе замок, замық деп айту. Бірінші, егер сөздің бірінші буынына түсіп тұрса, замық болып тұрса, онда ол қорған болады орыстың тілінде. Ал замок болып тұрса, уже ол замок жаңағы былай киімнің замогы, зырылдауы. Сонда соны қарасаңыздар, орыстың тілінде акценті оның сөз просодикасын жасап тұр және сөзінің көбеюіне, мағынасының әртүрлі болуына қызмет етіп тұр акценттер. Яғни онда сөз байлығы аз деген сөз. Сол бір қасиетінен ақ ол тілдің тіл байлығы жаңағы бір сөздің
қайта-қайта айтылуы екпін түсу арқылы мағына жасап тұрғанынан бірден көрінеді. Екінші, сөз просодикасының орыс тілінде олай болуы негізінен оның жаңағы табиғатына, сөздің көптігіне, аздығына емес, сол тілдің табиғатына байланысты деп айтылады. Екінші, бізде Құдайға шүкір 4 түрлі екпін бар, және сол екпіндер ылғида қай жерге түседі? Сөздің соңғы буынына түседі. Сөздің соңғы буынына түсірмей айтқан бала ол орыс тілді бала, немесе басқа тілді меңгерген, жаңағы шала деген сияқты аттары бар. Енді оған дереу тез арада екпінді сөздің соңғы буынына түсіруім керек деп үйреткен жағдайда ол бала қазақ сияқты сөйлей ала бастайды. Буындардың атқаратын қызметі өте жоғары. Біздің тілімізде сонау көне түркі заманынан келе жатқан буынның жағдайы қандай деген кезде 3 түрлі түрі бар. Оны оқытыңыздар қазір қазақ тілінен, анау мектеп программасынан бастап. Ал ғылыми грамматикада сол силлабизм, силлабика деген нәрсе үлкен роль атқарады. Және сол буынның ара жігін ажырату, немесе буынның өз ішінде қандай болуына байланысты бірыңғай жаңағы буындардың, бір буынның өзі бір сөз. Яғни біздің тіліміздің экономия жағы о басында бір-ақ буыннан тұрса да сол жаңағы бір сөзді білдіріп мағыналық дәрежесін көрсетіп тұрды. Сол сөздің буынның өзі. Сондықтан соның дәрежесін байқайды. Түбір болып тұр ма, қандай мағына беріп тұр, мағына семантикаға ие ма, осылай тұрғанда. Ат, от, ет деген жаңа ғана айттық. Сөздің просодикасы үшінші сингармонизмге сүйенеді. Ол біздің сіздерде жақсы білетін, кәдімгі қазақ тілінде сақталған, түркі тілдерінің ішінде ерекше сақталған тіліміздің 4 қасиетінің бірі, әлем тілдерінен ерекшелейтін 4 қасиеті бар деп айтамыз. Сол 4 қасиетінің бірі сингармонизм. Яғни буын үндестігі, бірыңғай жуан болып келуі, немесе бірыңғай жіңішке болып тұруы. Енді морфологиялық құрылымына қарай дегенде қалай? Бұл морфологиялық құрылым жаңағы түбір тұрғысынан сөздің өзін айттық қой, сөз просодикасында. Ал морфологиялық құрылым ол типология. Яғни түбір және оған қосыла ма қосымшасы, әлде алдында артикл болып тұра ма, әлде тағы бірдеңе болып тұра ма, сол арқылы мағына жасай ма, сол морфологиялық ерекшелігі сол тілдің. Соған қарай әлем тілдерін жіктейді. Біздің тіліміз жалғамалы тіл дейміз, немесе агглютинативті тіл дейміз. Агглютинативті тіл болатын себебі ол жаңағы түбір тұрады, содан кейін барып жұрнақ не жалғау жалғанады. Бүгінгі тілдерде туыстық жағынан топтастыру үшін осындай жіктелімдер бар. Енді түркі тілдерінде одан тыс Орал Алтай теориясы бойынша айтатын болсақ, Орал Алтай тілдері дегенге тұңғыс манчжур, жапон, корей және моңғол тілдері жатады. Сонымен қатар түркі тілдер семьясы да кіреді. Сонда Орал Алтай тілдер тобына бірнеше тілдер кіреді, және олардың көпшілігі түбірмен одан кейін жалғау жалған айтылады. Ал мына флективті қопармалы тілдерде, немесе жадағай изолятивті тілдерде, ол жаңағы изолятивті деген ол жеке өзі дара немесе бөлек тұрған деген сөз ғой. Флективизация деген анау сиырдың шайнап-шайнап қайта жұтады ғой, асқазанынан шығарып, бірінші жұтып жіберіп, одан кейін қайтадан шығарып, шайнап, күйсеп атады ғой. Күйсеп қайтадан шығаруы бар ғой, тура сол сияқты қопармалы мынау флективті. Неге? Өйткені ол жаңағы бір сөздің құрамын өзгертіп жіберіп айтады. Мысалы, хажу деген инфинитивін алсаң орыстың, хадид деген инфинитив, хадид с мягким знаком тұр, хадид дейміз. Сосын енді оны бірінші жаққа қойсаң, я хажу болса, хожу болып, жаңағының түбірі де бәрі қопарылып кетеді.
Хадид деген ходу болу керек қой шындығында. Д сақталу керек қой. Түбірдің д дегені. Хадид деген содан жасалып тұр, ит деген жаңағы инфинитив жасайтын жұрнақ қой оларда. Сонда хадба дегендегі ход деген сақталу керек қой, ходу болу керек. А олар оны мүлде өзгертіп жібереді да, хажу дейді. Хожу. А дыбысталуында тіпті хажу. Сонда бір сөздің жаңағы бүйтіп төңкеріліп ақтарылып жатуы ол қопарылмалықты білдіреді, сол тілдің ерекшелігі. Бұны әрине морфологиялық ерекшелік деп айтамыз. Сол сияқты in the institutes дегенде, немесе in the institute, немесе on the table деген кезде ағылшын тілдерінің жаңағы столдың үстінде, астында деген орнын көрсету үшін айтылатынның бәрі түбірдің алдында тұрады. Артикл түрінде, тағы басқа түрінде. Сонда изолятив, яғни жадағай, бөлек тұрған деген сөз. Әрине кейбір ғалымдар флективті тілге оны да жатқызады. Сосын бірақ оның жаңағы ерекшелігі әртүрлі ағылшын тілінің. Ағылшынның ерекшелігінің ондай болу англо-саксон деген жерден бізбен қиылысады негізі. Сақ дәуіріндегі сол жаққа қарай кеткен адамдар, кімнің, Әділ Ахметовтың монографиясында солай жазылған. Осы жаңағы англо-саксон дәуіріндегі англо-саксондықтар сақтың баласы деген сияқты тұрғыдан келтіреді және тілдік сипатын көрсетеді. Енді бүгінде тілдерді туыстық жағынан топтастыру үшін осы негізгі екі жіктелім белгіні алады. Біреуі сөз просодикасы, екінші морфологиялық құрылым немесе типология деп аталады. Типологиясы сәйкес келмейтін тілдермен бір-бір орыс пен қазақты салыстыратын болсаң, екеуінің типологиясы екі түрлі ғой. Біреуі үнді Европаның тілі болса, екіншісі Орал Алтай тілі. Сондықтан ол екеуін салыстырған кезде біз оны салғастырмалы әдіс дейміз. КРО деген мамандық бар, орыс мектебіндегі қазақ тілін беретін. Солар салғастырмалы грамматиканы оқиды. Ал сіздер салыстырмалы грамматиканы оқисыздар. Себебі қазақ тілі мен әдебиеті ол осы Орал Алтай тілдеріне кіретін тілдердің барлығын бір-бірімен салыстыра білу керек. Түбінде қандай сөз шығып тұрғанын көру керек. Енді бұл әлем тілдерінің генеалогиялық жіктелімі, немесе туыстық жағынан жіктелісі. Екінші, тілдерді топтастырудың екінші жолы бар. Бұл екінші жолында кешенді белгілерін қарастырады. Белгілі бір тілдерді топтастырудың. Жалпы дүние жүзінде 5661 тіл бар деп 1992 жылғы статистика бойынша айтамыз. Одан кейін тілдерді санаған ешкім жоқ. Енді санаған жағдайда ол жарияланады деп ойлаймын. Бірақ сол статистиканың мәліметі бойынша жылына кемінде 200 тіл жер бетінен жойылып кетеді екен. Сонда 92-ден бері қазір кемінде бір 3000 тіл қалды деген сөз шығар. Бірақ ол болжам менде. Оның үстіне тілдер туыстығы көптеген себептердің жиынтығынан барып қалыптасады. Ендеше тілдердің туыстық топтарының анықтаған сондай бір себептері мүмкін болғанша мол түрін қамтығанда, жіктелім белгілері ретінде туысты халықтардың орналасқан жері алдымен есепке алынады. Көрдіңдер ме географиялық жағы? Өйткені туыс халықтар әдетте жер жағдайына байланысты қашанда бірыңғай орналасады. Өздерің білесіңдер ғой, ана орта ғасырда сауда-саттық жасаған, мына жібек жолымен жүрген жағдайда бірнеше сөздер ары-бері ауысқанын білесіздер. Бірақ ол барлық қазақ тілінің бүкіл лексикалық жүйесі, лексикалық қоры, ол тек қана жаңағы бір жақтан кірген сөздермен тұрады деп айтуға қиын, конечно. Біздің тіліміз өзі өте шұрайлы тіл. Жалпы сан жағынан көп сөз болмағанмен де, ол жаңағы мәндік жағынан, семантикалық жағынан және алғашқы болып айтылу жағынан
тарихи бұрыннан келе жатқан жағынан қарағанда алғашқы буындарымыз бұрыннан қолданыстағы бар сөздермен тікелей байланысып тұрғандықтан біз тарихи тілді қолданып жүрген көне халықпыз деп айта аламыз. Енді туыстық ежелгі белгісі бастау көзі. Жаңағы анау шумер заманынан бері келе жатқан ру тайпалардың атауларын қарастырып жүрген Гүлбану апайымыз сияқты мықты ғалымдар бар арамызда. Және көне белгісінің жалғастық желісі деп, жаңа белгісі қазіргі қалпы деп, сөз жасамдық тұрғыдан сөздің жасалу сипатын түгел қарастырып жүрген Балқия Қасым сияқты әлемге танымал ғалымдарымыз бар, сөз жасамды когнитивтік семантика тұрғысынан қарайтын. Одан кейін Роза апайымыз бар, Бақбергенова, ол кісі де жаңа белгісі, көне белгісі тұрғысынан қарап, бір сөздің өзінің түп тамырын сізге қолға ұстатып берген деп айтады. Себебі ол кісі кезіндегі қазақ тілінің сөз жасамын жазған Оралбаева апайымыздың шәкірті. Енді үнді еуропалық туыстас халық іштей тағы тарамдала бастайды. Көп халықтың ішінен өзара тіл ұқсастығы мен славян халықтары деп, немесе үнді халықтары деп бөлінеді. Сол славяндық, көне славяндық дыбыс немесе лексикалық грамматикалық ұқсастықтар оларда да сақталған. Енді көбінесе біз славяндық жағдайды 12-ші ғасыр дейміз. Себебі сказка о полку Игоревесі бар. Олжас Сүлеймен кезінде зерттеген, білесіңдер, Азия деген кітабында. Сол үшін оны шығармайда қойған, тарихқа, біздің қазіргі тарихымызға кері әсері бар деп ол кітапты шығармады. Кейін егемендік алғаннан кейін барып шығып, бізге қолжетімді болды ол кітап. Қазір Құдайға шүкір ағай этимологиямен айналысып отыр. Бір сіздерге айтам, анау «Мысль» деген күшті журнал бар, «Мысль». Сол «Мысль» деген журналдың ішінде орысша Олжас Сүлейменовтің Silkway туралы, яғни жібек жолы туралы, silk деген сөзді шығу тарихын этимологиялық тұрғыдан түсіндірген 10-15 беттік мақаласы бар. Менің оқыған соңғы шығармам сол кісіден сол. Соны бір оқып шықсаңдар ақ, silk пен жібек дегеннің ұқсастығын көріп шығасыңдар. Өздерің ақ күнде қарапайым тілімізде қолданып жүрген сөздермен ақ, анау Германия асқан silk деген сөздің германдықтар біздікі деп, тағы біреу біздікі деп, жібек жолын тіпті біз құрғанбыз деген сияқты таластар бар. Қазір сол түрлі саяси таластардың нүктесін қоятындай сөз. Соны алып оқыңдар. Лажы болса сондай бір сөздің өзінен қаншама тарих жасайтын ғылыми еңбектерді оқи бастаңдар. Орыс тілінің немесе украин тілінің жаңа дыбыс, лексика, грамматикалық үлгісі сол ұлт өкілдерінің бәріне бірдей тән. Сондықтан бәріне бірдей түсінікті. Мысалы, Беларусьтың айтқан сөзі, украинның немесе орыстың бір сөзі үш халыққа бірдей түсінікті болып тұрса, онда олар немесе балтық халықтары, латыш, литван, сосын эстондар бар, солар ортақ бір балтық тілдері болып есептеледі. Осындай жіктелім белгілері бар. Енді әлем тілдерінің фонологиялық құрылымы қандай деген кезде, фонологиялық құрылым жаңа просодикаға қайтадан келеміз. Сөз басында фонологиялық деген сөзді арнайы тырнақшаға алып, оның екі-үшті атау екенін мегзеп отырмыз. Тырнақшаға арнайы алынып тұр сондықтан. Енді барлық түрлеріне тән, барлық тілдерге тән әмбебап ұғым деген нәрсе болмайды атауда. Қазір қалыптасқан дәстүр бойынша фонетикалық құбылыс алдымен екі түрліге жіктеледі: синхронды немесе диахронды фонетика деп. Синхронды десе қазіргі сипаттамалы, ал диахронды десе ол тарихи тұрғыдан деген сөз. Жалпы фонетика европа-центристік ағымнан аулақ қала алған жоқ. Әрине, европа-центристік деген ағым бұл мынандай, мысалы,
ғылым өзі үш түрлі ағымнан тұрады. Қазір біз антропоцентристік немесе антропоөзектік, адам өзектік деп айтсақ болады. Адам өзектік ағымға қосылып жатырмыз. Ол деген адамның қалай сөйлеуі, адамға ол дыбысты қалай айтуы, немесе қандай ұстаныммен айтуы деген сияқты дыбыстық құбылыстардың барлығы адам танымдық жағынан келеді. Ал ортада еуропоцентристік ағым болды ғылымда. Сол кезде еуропалықтар не деді, қалай тұжырымдады белгілі бір затты, сол бойынша өмір сүрдік. Қазір біз өзіміздің қазақы дүниемізге, тарихи тіл табиғатына қарай кетіп бара жатырмыз. Ал ең алғашқы кезде ол жаңа 204 тілді бір-бірімен шатыстырып, батыстырып, салыстырып, бір тілден шыққан екен деп отырған ғалымдар болған 19 ғасырда. Сонда 19 ғасырда салыстырмалы тарихи фонетика дамыса, еуропоцентристік фонетика 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырда дамыды, ал 21 ғасыр, Құдайға шүкір, адам танымдық тұрғыдан. Адам солай сөйлей ала ма шындығында? Қазағың не деп тұр сөйлеу тілінде? Ал сен жазба тілде не деп тұрсың? Екеуінің ортақ бір дүниесі бар ма жоқ па? Әлде алшақтап бір жаққа кетіп қалдың ба жазу тілінде? Деген сияқты жаңа тілді жазу тұрғысынан қараған кезде біз жаңа латынға өтеміз, өз тіліміздің табиғатын сақтаймыз деп ұмтылыс жасап атқанымыз егемендік алғаннан бастап. Сол бекер нәрсе емес. Просодология проблемасы, немесе сөздің жаңағы просодикасы. Жалпы фонетикада кіші бір тіл бірліктерінің басын құрап, көлемді бір бірліктерді құрастыратын лингвистикалық құбылысты просодика дейміз. Яғни дыбыстардың буын құраса, буын просодикасы, буындардан сөз құраса, сөз просодикасы, сөздерден сөйлем құраса, сөйлем просодикасы деп айтылады. Яғни просодология деген өзі бөлшектеп тастау, сол бөлшектің біртіндеп жинап алу. Біз анализ синтез дегенді өткен шығармыз колледжде, соның анализі бөліп тастау. Бөліп тастап, сосын кейін барып басын біріктіресіңдер. Сонда туыс тілдердің тобына тән тілдік мәртебесі тең сөз просодикаларының басын біріктірген кезде, біріктіріп айту сөз просодикасы деп аталады. Енді сол тонологияға, яғни жаңағы тон, дыбыс тонына, акцентологияға, сингармонологияға басын біріктіріп просодология деп айтамыз. Бұл жерде сонда құр сөздің өзі ғана кіріп тұрған жоқ, акцент кіріп тұр, тон кіріп тұр, дыбыс тоны. Қалай сөйлейсің, Қытай сияқты чаң-чоң деп сөйлейсің ба, қалай сөйлейсің? Сингармонология кіріп тұр. Осы просодологияға осы үш мәселе кіріп тұр. Яғни осы үшеуі акцент, екпін, тон, дыбыстың тоны және сингармония немесе сингармонология үшеуі бірігіп просодологияның несі болады? Зерттеу нысаны болады. Сонымен жарты және жарты кешкестелердің ұялары түгел толығады. Енді сегментология деген не? Сегмент деген сөздің өзін түсінеміз ба? Сегментология дыбыстаным проблемасы. Түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде фонема деген бір бірлік бар. Оны біз европалықтардан алдық деп айтамыз. Фонема бірлігі жарамсыз болып шықса дегені, фонология бірлігі жарамсыз болып шығады. Өйткені оның жалпы фонетикалық анықтамасы фонология, фонема жайлы ғылым дегенге сайып келеді. Бұл 19 ғасырда Бодуэн де Кортуненің ұсынысы бойынша. Одан кейін оны Трубецкой деген, Сергей Трубецкой деген ғалым зерттеп ұсынған. Турасында фонология деген ғылым тек фонеманың мәртебесін анықтап, оның жұмсалым түрлерін тиянақтап, айырым белгілерін сипаттап отыру үшін арналған сондай бір ғылым. Олай болса, фонология фонема жайлы ғылым. Онда бұдан туындайтын ақиқат ол танема мен сингемаға ешқандай не бермейді, мүмкіндік бермейді.
тон мен сингармонизм, сингема жоқ жерде ол ғылым бола алмайды. Яғни фонология ғылым емес. Фонология, фонема туралы бір нәрсен фонема болып шыға келді деп айту дұрыс емес. Жаңағы орта ғасырда пайда болды, одан кейін және не дейді, шығыс тілдер, шығыс ән айтады мысалы тарихымызда, тілдің тарихында. Дыбысы ол шығыс әсерінен пайда болған дыбыс орта ғасырда пайда болды. Баяғыда хар деп сөйлейтін сөздерімізді, әркім деп сөйлейтін сөздерімізді әркім деп айта бастадық, пайда болды деп қояды. Пайда қаяқтан болады? Ол тәңірі деген сөзінде тұр ғой, көне түркінің. Деген сөз. Деген дыбыс. Тәңірі дегенді қазақ тангри или тенгри деп айтпайды ғой. Тәңірі дейді ғой. Мен айтады ғой. Сөйлеу тілінде тұр. Сондықтан оған мен келіспеймін, орта ғасырда аяқ астынан пайда болатын. Фонологияның сонда тонология, сигменология деген атаулар шығады. Фонологияға ұқсас. Яғни фонология деген фонема туралы ғылым болса, тонология тонема жайлы ғылым. Сингемология сингема жайлы ғылым. Сөйтіп жіктелім кестедегі бос орында жаңа атаулармен толыға түседі. Әр саланың зерттеу нысаны болып отырған фонема, тонема, сингема атауларымен үйлестіре түсу керек. Фонемологиялық немесе тонемалық, сингемонологиялық деп бөледі. Енді осының барлығы үшеуін қалай бөлгені кестесі түгел Әлімхан ағайдың монографиясында 18 жыл шыққан, сіздерге бергенмін тіл әлемі несінде, порталында, сайтында. Сол жерден көресіздер. Енді әуен таным деген не нәрсе? Әуен таным деген интонология. Интонация деп айтамыз ғой. Сол интонация әуен таным қазір. Әуен таным деген терминмен аталады. Интонология деген ғылымда қарастырылады. Қазақ мәтінінің әуен құрылымы негізінен сөйлем деңгейіндегі қатысым мәлімет беруді қамтып айтылады. Одан сөйлемнен тыс әуен деген болмайды. Сондықтан да оқулықтар, оқу құралдарында хабарлы, сұраулы, лепті сөйлем деген атпен 3 түрлі ғана сөйлемнің әуен түрі қамтылып келеді. Ал кейбір оқулық оқу құралдарында әуен мәселесі тіпті сөзде болмайды, интонацияны бермейді. Академиялық деңгейдегі зерттеу нәтижелері практикалық оқу әдістемесі саласында әлі жете қоймағандығын көрсетеді. Қазақ мәтінінің әуені күрделі фонетикалық құрылым болып табылады. Өйткені оның қарапайым қатысымдық әуенмен басқа үстеме әуен бірліктерінің бар екенін ескеру керек. Әуен танымында негізі зерттеуші ғалым бар бізде. Зейнеп апайдың фамилиясын ұмытып қалдым. Зейнеп Базарбаева. Зейнеп Базарбаеваның монографиясында әуен танымды әдемелеп түсіндірген. Сонымен бірінші лекция бітті. Екінші лекция. Дауысты дыбыстар вокализм туралы айтамыз не деген кезде. Сендер оның қасиеттерін, жасалу жолдарын, дыбыс сапасын түгел білесіңдер ғой. Бұл жерде біз айтуымыз керек дүние. Дауысты дыбыстардың түрлері, мына терминдерді білулерің керек, мына ғылыми терминдерді. Гуттурал, палатал деп аталатын білуің керек. Дауыс жуан мен жіңішкен. Немесе езулік пен езулік, лабиал. Билабиал деп те айтылады. Мынау билабиал десең езулікті айтып тұрсың. Лабиал жоқ деген сөз бидегі. Ашық дауыстылар және қысаң дауыстылар. Бұл жерде енді Серғазы Мырзабековтың электронды кітабын тауып алыңдаршы неден? Сайттардан, балалар. Себебі соны тауып алсақ, біз жартылай жұмысымыз бітіп тұр деп есептейміз. Сол кітаптың ішінде барлығы түсіндірілген бар. Енді әрбір дауысты дыбысқа бет тоқталып отырмаймыз ғой. Екінші лекцияда вокализм сендер жақсы білесіңдер деп мен түсіндірмей тұрмын. Просто мысалы
тіл қатысына қарай жуан жіңішке, жақ қатысына қарай ашық қысаң, содан кейін ерін мен езудің қатысына қарай еріндік езулік деп бөлінеді деп классификациясын солай жасап аламыз, жіктелімін. Акустикалық базасы деген не? Акустикалық базасы деген өте жоғары айтылады. Сосын мына үш түрін, монофтонгтар қайсы, дифтонгтар қайсы, трифтонгтар қайсы дегенді білсеңдер болды. Сонымен бітіреміз ба лекцияны? Түгел қатысып отырмыз. 15 баласыздар ма? Негізі 15 студентсіз ба? 17-міз. Неге екеуі жоқ? Кімдер жоқ? Екі студенттің интернетте шығып отпаған сақты. Оны жазып отыр еді. Кім? Я, мұғалім кіріп шығып отыр қайта-қайта. Кімде проблема болып жатыр интернет? Кімдер олар? Жарайды, мен суретке түсіріп жіберші, Айкөркім. Суретке түсіріп жібер мына жерді, участники дегенді. Сосын мен сол бойынша анықтай салам ана екі бала. Жарайды, жақсы, онда сау болыңдар. Мен ойлаймын, осы күні неде, мен ойлаймын деп сөйлеген негізі ұнамайды өзіме. Менің ойымша, бізде семинар қай күні? Семинар жұма күні. Жұма күні. Екі семинар. Сол жұма күнгі екі семинардың біреуін талдауға арнайық та? Біреуін? Я, талдауға арнаған кезде ғана мына жаңағы тонема басқалар түсінесіңдер, олар өйткені талданбаған колледжде басқада үйретілмейді олардың ешқайсысы. Сонда талдауға арнайық сол бір семинарды. Бір семинарға сыйып 15-17 бала тез-тез сөйлеп өткізейік біреуін 50 минутты. Или хотя бы 80 минутты сол неге арнайық сендердің айтатындарыңа үлгеріп айту үшін. Сосын қалған бір 20 минут па сондайды талдауға берейік. Талдау үйренбесеңдер, онда фонетиканы үйренді деп есептемеймін. Себебі талдауды мықты білген адам ғана фонетиканы дамытады. Фонетиканы келесі адамға айта алады. Жақсы онда. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Тапсырмасы силабустан қарайсыңдар ғой. Бұл 4-ші апта болса, 2, 3, 4-тің семинарын әлі тапсырған жоқсыздар. Сол бойынша кетеді. Универ жүйесіне 4-ші семинармен сосын. Ау? Сөзді салып қойғансыз ғой? Жоқ, ауызша. Онлайнмен тапсырсаңдар, салмасаңдар да болады. Просто бір ерекше маған ұнаған слайд деген жағдайда оны поштама жібере саласыңдар. Негізі жаппай ол немен қарап үлгермейді екем 24 группа менде. Кеше физикаға құлап түстім ғой суылда воскресенье. Соны ойлағанмын ғой, ең болмаса колледж бітірген балалар ғой. Бастау жағы не ғой бізде? Дыбыс бірвәлелер ғой, оның бәрін білесіңдер сендер. Просто енді талдауды қатыру керек. Мұғалім, сонда жұма күні осы өткен тақырыптарды мазмұндаймыз, бір несін, сабақты. Әдемілеп слайд жасап, демонстрация қосасыңдар. Мен разрешение берем, сөйтіп выступление жасайсыңдар. Или хотя бы ондай болмаса да, ана неге салыңдар Excel-ге. Өздеріңе кейін керек қой материал ғой. Excel-ге салып, 3-4 ғалымның пікірін қосып, сөйтіп жасаңдар материалды. Сосын соны ашып жіберіп айта бересіңдер. Мысалы, 3-ші Excel-де листте, 3-ші Excel листінде 3-ші лекцияның, семинардың жауабы тұрса, 3-ші семинар деп жазып қойуға болады. Сөйтіп, бәрі бір Excel-де жиналып тұрған жақсы ғой, компьютеріңде. Ол көп Excel программасы негіз мұғалімге көп нәрсе пайда береді. Мысалы, сөздіктерді мен ана тарихи грамматикаға барған кездерінде сөздіктің арнатам. Мысалы, будун деген не? Халық аржаны жазып қояды. Бітік деген не? Хат жазу деп өйстіп жазып қояды. Ескі сөздерді солай үйренбесең қайдан болады? Сөздікті де сол Excel-де жасаймыз біз.
Так что Excel, тағы да Excel. Слайд сосын. Сендер өздеріңе де ол көрнек материал болады ертең. Сол үшін солай тапсырма беріледі. Түсінікті ғой, иә? Анау жаңағы бірінші курстың баласы суретке түсіріп, оны бортқа түсіріп, одан кейін мында жіберіп, ол универ жүйесінде ашылмай жатыр. Сіздер енді оны практикалық тұрғыдан көрдіңіздер ғой өздеріңіз группада. Жарылғасованың жұмыстары ашылған жоқ, мысалы, мен жаздым мына. Негізі бос файл жіберіп, бір практикаларыңыз бар шығар деген ойда қалып қойдым да, мысалы, мен айтолқын туралы. Кейіннен жібергеннен өздерің ақтадыңдар. Мұғалім, ол неге бос файл болып жіберді? Соны түсінген жоқпыз. Үш рет солай жіберді. Сенде де сондай болды. Ондай проблема жасамаңдар. Жібердік. Кәдімгідей Білмеймін, WhatsApp-пен жібергенің ашылып тұр, ал универ жүйенің ашылмады ғой сол күйі. Соны өзім де түсіне алмадым. Қарадым, былай қарадым, бірақ загрузить еткенде кәдімгідей. Енді мен бір жолға сендердің сөздеріңе сенемін, ал келесі жол дәл сондай бір нәрселер болса, мен бірден айтам оны. Олай болуға болмайды, бұл ұлттық университет Байтұрсыновтың ізі қалған жерде жүріп, ондай тілімізге жаман бір нәрселерді әкелуге болмайды. Киесі ұрып кетеді. Тілдің киесі бар. Мен өзім дұрыс сөйлемей қалсам, өзім ұялып қалам. Әлі күнге дейін. 30 жыл вузда істеп жүрмін. Адам болғасын қателік кетеді. Мен сендер бір жолға қателесті, бұлар бала ғой әлі деп ойлап қана кешіріп отырмын. Жақсы, сау болыңдар.